Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен езілмей дана-дана болып пісетін өте дәмді фрикаделька пісіретін боламыз. Рецептіні соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Бізге керекті өнімдерді айта кететін болсам, бізге ең алдымен тартылған ет керек болады, және де блендерден өткізілген пияз. Егер блендер болмаса, ұсақтап тұра болсаңыз да болады. Және де қара бұрыш, тәтті паприка, және де дәміне қарай тұз керек болады. Ең алдымен тартылған етімізге блендерден өткізілген пиязымызды саламыз. Тағы да айта кетейін, блендер болмаса, ұсақтап тұра болсаңыздар да болады. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз, және де тәтті паприка саламыз, және де тұз салып, осы өнімнің барлығын жақсылап араластырамыз. Біз ешқандай да құрамына жұмыртқа, сухари, ондай заттар қоспаймыз, өйткені біз бұл фрикаделькелерді пеште пісіретін боламыз. Сондықтан қорықпаңыздар, ешқандай да шашырамай, дана-дана болып өте әдемі пісетін болады. Осы татылған етті жақсылап қолымызбен ысқылап, жақсылап екі қолымызбен ұрғылап алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп алғаннан соң, осы енді тартылған етімізді жақсылап қолымызбен кішкентай ғана бөлігін алып, домалақ шарик тәрізді етіп формаға келтіреміз. Барлығын бір қалыпты етіп жасауға тырысыңыздар. Біздің фрикаделькелеріміз пеште өте әдемі болып піседі, ешқандай да шашырамайды. Сондықтан еш уайымдамай жасай берсеңіздер болады. Осы кезде міндетті түрде пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Барлығын дайындап алғаннан соң қызып тұрған пешімізге салып 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді бір табамызға сұйық майымызды құйып, май қызғаннан соң пиязымызды салып, жақсылап пиязы қызарғанша қуырамыз. Содан соң томат пастасын салып, тағы да 2-3 минут шамасында томат пастасымен бірге қуырамыз. Жақсылап томат пастасын 2-3 минут қуырып алғаннан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, және де 3-4 тісше сарымсағымызды саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, лавр жапырағын қоссаңыздар болады, және де тұз салып, жаңағы пісіп тұрған фрикаделькелерімізді салатын боламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа бұқтырып қоямыз, орташа отқа қойып. 15 минуттан соң дәл осылай ұсына берсеңіздер болады, немесе сливки кішкене 60-70 грамм сливки құйып жіберіп, тағы да 2-3 минутқа бетін жауып, оттың астын өшіріп, бұқтырып қойсаңыздар болады. Көп ұстамаңыздар, сливкилеріңіз ыдырап кетуі мүмкін, сондықтан да оттың астын өшіріп, жай ғана бетін жауып 2-3 минутқа ұстасаңыздар жеткілікті. Гарнирге мен пюремен ұсындым, қаласаңыздар күрішпен, спагеттимен, өздеріңізге ұнайтын гарнирмен ұсына бересіздер. Подачаны мен осылай пюренің ортасын ашып, ортасына фрикаделькелерді салдым. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Сіздерге де осылай подачамен ұсынуды ұсынамын, өте ерекше әдемі көрінеді. Осымен біздің өте дәмді, жылдам дайындалатын фрикаделькелеріміз дайын. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңыз таласып жеп қоятын болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар.